أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم. Алла тағаланы да ақыретті де елшісінде жалпы ақиқатты мойындамағандардың бастарына Алла тағаланың азабы орнаған күні, Алла тағаланың елшісі арқылы уәде еткен қияметтің үлкен белгілері орнап бастаған кезде ахраджна лахум даббатан минал арди, біз оларға жерден бір жануарды шығарамыз. Ол жануар тукаллимухум, олармен сөйлеседі. Аннан наса кану би аятина ла юқину, мына адамдар біздің аяттарымызға айқын сенбейді ғой деп сөйлейді. Аллах тағала күллі адамзатқа, күллі елшілері арқылы ескерткен үлкен ақиқат, үлкен құбылыс, ол қиямет сағаты. Ол бәлелердің бәлесі, адам баласы сезіп көрмеген үлкен, үрейлі, қорқынышты, ауыр құбылыстардың бірі. Осы құбылыс орнардан алдын Аллах тағала өзінің құдіретімен үлкен 10 белгіні орнатуды қалады. Сол үлкен 10 қиямет сағатының алдынан келетін үлкен 10 белгілердің бірі осы аятта айтылған. Жерден бір жануарды шығарамыз. Хузейфа ибн әл-Асид әл-Ғифари радиаллаху анху сол кісінің айтуы бойынша, біз үйдің астыңғы қабатында қиямет сағаты туралы сөйлесіп отырған едік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоғарғы қабатта болған. Пайғамбарымыз Мединаға келіп қоныстанған кезде Абу Айюб әл-Ансаридің үйіне тұрақтаған 2 қабатты үй. Сол үй болса керек. Біз астында қиямет сағаты туралы сөйлесіп жаттық та, дауыстарымыз біраз көтеріліп кеткен еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге қарай қарады да, қандай нәрсені еске алып жатсыңдар деді. Сонда біз қиямет сағатын еске алып жатырық, я Алланың елшісі деп жауап бердік. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, расымен де қиямет сағаты орнамайды, сендер оның алдында 10 белгіні көрмейінше деп. Яғни қиямет сағатына дейін өмір сүретін үмбеті көрмейінше. Сөйтіп бізге сол 10 белгіні атады дейді. Ад-духон, бұл түтін іспеттес көрінеді, ол тұман, ол газ, аспаннан келетін түсетін Алла тағаланың белгілі бір уақытқа дейін созылатын азабы. Ол азап кәпірлерге қатты әсер етеді. Мүминдерге тұмау тиген сияқты болады деген пайғамбарымыздың сөздері бар. Бұл қиямет сағатының алдында орнайтын белгілердің әуелгісі болуы ықтимал. Кейін Даджалды айтты дейді. Кейін жерден жануар шығатынын айтты. Кейін тулуға шәмси мен мағрибиха, күн батысынан туады. Ва нузула Иса ибн Мариям, сосын Мариям ұлы Исаның түсетіндігін айтты. Ва яъжуж ва маъжуж, жаңа ғана ақшам намазында оқылды, яъжуж маъжуж, жер бетінің күллі жерінен шыққан күні деп. Яъжуж маъжуждердің шығуы қазір жердің астында өмір сүріп жатыр Алла тағаланың құдіретімен. Ва саласату хусуфин, және 3 мәрте, біреуі батыста, хусфун бил мағриб, батыс елдерде Алла тағала арнайы бір жерді таңдап, батыстағыларға ескерту ретінде жер ойылып, сол жердегі елді мекен күллі ғимаратымен, өркениетімен, технология, заводымен, күллі нәрсесімен, халқымен жердің астына кіріп кетеді. Дәл осындай оқиға хосфун бил машриқ, шығыс елдерінде де орнайды. Ва хосфун би жазиратил араб, араб жазирасында да дәл сондай жердің ойылып ішке жұтуы орындалады 3 мәрте. Ва ахиру залика нарун, бұл белгілердің ең соңғысы дейді от, үлкен от. Тахруджу мин әл-Яман, Емен деген жерден шығады. Мин қағри Адан, Адан деген қаланың, Емендегі
Адан қаласының түбінен, жердің ортасынан шығады үлкен от. Тасуқу наса иля махшарихим. Күллі адамдарды дүниедегі махшар алаңы Шам еліне қарай айдап апарады. Бүкіл жердің бетіндегі адамдарды. Табиту маакум хайсу бату. Түнгі уақытта адамдар тоқтап ұйықтаған кезде қастарында тұрады дейді. Бірге болады, кетпейді. Ватақилу маакум хайсу қалу. Күндізгі демалыстарында қай жерде дамылдаса, ол да сол жерде дамылдап тұрады. Тіпті бір риуаятта құрт құмырсқаларға дейін Алла Тағала құдіретін көрсету үшін күллі жаратылысты айдайды екен махшарға. Міне бұл Алланың ісі, Алланың уәдесі, және ол оны орындайды, және ол Аллаға оңай. Осы қиямет сағатының үлкен белгілерін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Әл-аяту хуразатун манзуматун фи силкин. Бір жіпке сымға тағылған моншақтар секілді дейді, таспиқ сияқты. Фәйін юқтағи силку. Егерде жіп үзілсе, ятбағу бағдаха бағдан. Бірінің артынан бірі орындалады дейді. Араларында үлкен ұзақтық болмайды. Біз негізі осы үлкен белгілерге қарай келе жатырмыз. Осы белгілердің ішіндегі үшеуіне қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ерекше сөйлейді. Саласун иза хорajna. Үшеуі егер пайда болса дейді. Ла янфағу нафсан имануха лам такун аманат мин қабл ау касабат фи иманиха хайран. Бұған дейін иман келтірген адамның иманы ол күні пайда бермейді. Әм сол иманына қатысты жақсылық істеп салиқалы амалдарды жинап үлгермеген адамға ол күні иманы пайда бермейді. Ол даджал, жануар, жерден шығатын және күннің батыстан туы. Осы жерде жануардан бір